Сәлем достар, қылдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Қораға әзер шықтым ғой. Қатты боран соғып тұр. Қора тазалауды бастаймын. Біттік мына қораны. Нарлан бітір қойыпты, мен сақ қойдым просто. Шөп сақ қойып отыр жерларға. Әне жатыр міне. Шітке тойып ап. Көрсетейін бе сіздерге не болып отқан. Жаңа балалар мектепке апарып келгем. Тура қатты жел болып тұр ғой. Бетіне бір тас сияқты бірдемелер тиеді ғой бетке. Нұрғал. Бәсе, бетіме жаман тиді ғой жаңа. Мына жерді ашып кіріп атсам, қайттан жауып отыр. Мына осы қара шығандар өтіп кетеді. Әзер кірдім ғой. Жапып қойшы кетші. Ой, достар, осындай күн қалаға ұшып кеткім келеді. Үйге барып, мамаға звондаймын, мен ешке кетші көшем қалаға деп. Ол кісі көшсең көш дейді. Сол мен екеуі жүрік. Шылағын келетін күндер ғой мынау деген. Қар басып, шөпті қар басып, қанды ішеді ғой. Ауылда тұратындар түсінеді. Осы видеоңызға қарай лайк бас, комментарий қойыңыздар. Қызылып, терлеп, бұл қорада өтті. Нұрлан төгіп келеді. Бойда қораға кеттік. Оның да алдын ашу керек шығар. Қазып шығарып атсам, ашып атсам, ешқай шыққысы келмейді. Шық! Кетші былай. Давай, кіртілерім екенесі мұнала. Бұларды қашып шығардық. Әй, бір-бір деп шай. Есігімді сындырасылар өзі, мұнандай күні. Бұларда да еш жоқ. Шық, кетші. Бір. Кетші. Шық. Мына жерді қазып шығарып алдық. Шық! Кет арайы. Аққалақ бұндар. Бай-бай. Соткада көрінбейді анау қалай соғып атқан сіздерге жеткізе алмай тұр. Осы достар. Енді осы қораны тазалаймыз. Үйге қайтам балаларға. Нұрлан өз шөпті өз салады. Қоран достар, күн деген жел, боран, үйге барғанша бәрібір түсіре алмайым. Осы мен боранның рубрикасы бітті деймін ба? Боран қашан бітеді десеш. Басқа жерлер түсіруге шама жоқ, үйге балаларға барып керек. Күн қатты жел болып тұр, екі кішкентай үйде өйткені. Ал күндеріңіз сәтті өтсін. Сіздермен болған Асылбек айқымыз. Қарағандарыңызға рахмет.